Құдаша қоя өкіні. Әдемі, е? Қазір шыққан кезі бар ғой. Кішкене батылырақ. Сенімді болып жүр. Құдаша. Гүлназ. 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 Құдаша. Мұндай біреу жүр! Жақында Құдаша қыз ұлттық арнада. Неменеге айта бересің, е? Арамызда ештеңе жоқ деп. Ернат! Жақында Ернат! Ернат! Ернат, не болды? Ернат, тұршы! Ернат! Ернат! Қызықсың сен, не мынау? Құдаша қыз ұлттық арнада. 95. Иә? Құрдас екенбіз ғой. 2005 па деп қалдым мен. Әзіліңіз керемет екен. Жанарбай бекетінде айтылатын әзілдер ғой. Басқа қыздар бірінші естіген кезде күледі ғой. 20 қарашадан бастап Кіме мына қыз? Жаңа ғана деп шиқылдасып түредіңдер ғой. Құдаша қыз ұлттық арнада. Қалайсың, Құдаша? Сәлеметсіз бе? Неге өтірік сызылып қалғансың? Біріншіден, мен сізбен салғыласып тұрған жоқпын. Екіншіден, не деген мәдениеттен жұрдай адамсыз? Мен бұл қызды кеше көргем, өте мәдениетті екен. 20 қарашадан бастап Ой, ғафу етіңіз, мәдениетсіздігім үшін. Құдаша қыз ұлттық арнада. Ең соңғы тұрмысқа шығатын Гүлназ деп ойлаушы едім. Сөйтсем қыздар, қателесіппін. Махаббат деген осы қыздар. Диас екеуміз танысқаннан бері бір рет сөзге келіп ұрысқан емеспіз. Қойшы, олай болу мүмкін емес пе? Жақында Құдаша қыз ұлттық арнада.